педагогикалық кеңестің шешімімен 7-ші Л сыныбы зерттеу нысанына түсті. Лесностатия зерттеу сабағының негізгі мақсаты мұғалімдерге көмек көрсету болғандықтан, біздің топ осы 7-ші Л сыныбының мұғалімі Бекжігітов Серікке қысқа мерзімді жоспар жасауда, білім алушылармен бірлесіп жұмыс жасауда өз тәжірибемізді ортамызға салдық. Алғашқы сабақтарда балаларда өте қиындық туды, грамматикалық амалдарды қате орындау, өз ойларын жеткізе алмау, бір-бірімен ынтымақтастық қарым-қатынасқа түсе алмай, өте ұяңдық байқалды, шашыраңқылық болды. Осы бірлескен топтың арқасында, көмектесудің арқасында алғашқы сабаққа қарағанда кейінгі сабақтарда біршама алға ілгерілеу болды. Балалар өз ойларын ортаға салып айтып, тақырыптар бойынша, грамматикалық тапсырмалар бойынша өздерінің белсенділіктерін көрсетті. Осы лесностатия зерттеу барысы сабағында бірлескен топтың арқасында мұғалімдердің өздерінің көрсеткен тәжірибелері, өздерінің көмектерінің арқасында осы сыныпта біршама алға деген ілгерілеу болды. Осы зерттеудің арқасында балалар өз ойларын анық айтуға, өздерінің сөз саптауларын, бір-бірімен ынтымақтастық қарым-қатынастарын қалыптастырды деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызға бәрімізге сәттілік, ең алдымен барлықтарымыз тақтаға шығамыз. Психология ахуал толқышы болды. Бір-бірімізге сабағымызды жақсы ниетпен бастайық, жақсы ниетпен бастайық. Сондықтан қазір алдымызға парақты алып көрсетеміз. Яғни өзіміздің атымызбен басталатын әріппен бір-бірімізге деген күрек бастаймыз. Арды бастаймыз. Менің атымды Ақболат. Менің атым Адал. Менің атым Жас. Менің атым Азамат. Бүгінгі сабақты абыроймен өткізейік. Менің атым Еркелан. Бүгінгі сабақты еркін өткізейік. Менің атым Ерасыл. Бүгінгі сабақты ерекше болсын. Менің атым Ақтілек, барлықтарына Ақтілек. Менің атым Дарын, достарымның бүгінін жақсы оқуға тілектесін. Менің атым Дәулет, мен бұл сабаққа дамдыға соларыма кетесін. Менің атым Нұрым. Менің атым Әжекен, мықты және елі. Менің атым Алина, бүгінгі сабақта ақпейінді ашық болыңыз. Менің атым Батырнай, Батыр болады. Жақсы, тамаша. Енді біз екі топқа бөлу үшін мен сіздерге қазір сурет таратамын. Сол суретте қай сурет сендерге түседі? Яғни жазушы Бауыржан түсетін болса, жазушы Бауыржанның қатарына отырамыз. Яғни Бауыржан Момышұлының кітабы түсетін болса, Бауыржан Момышұлының жазушы Бауыржан отырамыз. Егер Батыр Бауыржан түсетін болса, Батыр Бауыржан отырамыз. Жақсы ма? Мен сіздерге қазір сурет таратамын. Тесіз. Сосын ашық қарайсыңдар да сол орынға тесіз отырасыңдар. Ал енді екі топқа бөлеміз, қазір суреттер көрсетілді. Яғни, Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы бар топта жазушы Бауыржан отырамыз, ал егер Батыр Бауыржанда Батыр Бауыржан отырамыз. Шындамыз. Жақсы тілектер тіледік, бір-бірімізге деген дос көңілімізді білдірдік. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазылып түрде. Яғни мына жерде сұрақ белгісі тұр, осы жерде сұрақ белгісінің астында сөздер жазылуда. Біз сол сөздер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын табамыз. Кәне бірінші сұрақ белгісін ашайық.
Ол қаһарман дейді. Кім болуы мүмкін айтыңдар? Ол Қасым Қайсенов жоқ ол емес. Келесі сұрақ. Ол батыр. Оны келесі сұрақта ойлап келесіз. Бауыржан қандай? Қаптағай ма? Бауыржан Қаптағай ма? Бауыржан Момышұлы. Қазір көреміз, келесі сұрақ жауап береміз. Ол патриот дейді. Қасым Қайсенов. Ол жауынгер. Рахым Жамбыл. Рахым Жамбыл жоқ емес. Келесі сұрақ көрейік. Ол гвардия полковнигі. Яғни Бауыржан Момышұлы соғыста кім болыпты? Енді бүгінгі сұрақ, ең негізгі сұрақты көрейік. Кім екен бұл? Бауыржан Момышұлы. Яғни біздің бүгінгі сауалымыздың тақырыбы Бауыржан Момышұлы. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты бүгін сендерге мәтін беріледі, сол мәтіннің арасынан проблемалық сұрақтар құрастырамыз, және де өткен сабақтағы одағай сөзді қайталаймыз. Не? Әдісіміз біздің сәтті деген әдіс екен. Бұл әдісте біз не істейміз? Сендердің арттарында бір парақтар жазылып тұр. Сол парақта өрмекшінің торы бар. Өрмекшінің торы түскен оқушы бүгін сәт жолы болып, бүгінгі үй тапсырмасына кірді. Яғни сендерге бүгін сәті түскен оқушы арттарында қараңдар, кімде парақша жазылып тұр? Өрмекшінің торы. Кімде бар екен? Балқайда бар екен. Аминада, Ақбекте және біздің өткендегі үй тапсырмамыз қандай болды? Әмин айта ғой. Ұлы Отан соғысындағы батырлар туралы. Ұлы Отан соғысына қатысқан батырлар туралы әңгіме. Ерғали Насырханова Әбдібеков. 1916 жылы Семей облысының қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында Насырхан Әбдібековның отбасында дүниеге келген. Ұлты қазақ, Ерғали аңшылықпен айналысқан. Оның мергендігіне өзге аңшылар мен ауыл ақсақалдары таңдай қағады. 1944 жылы 22 ақпанда Әбдібековтың неміс мергенімен соңғы жекпе-жегі болды. Әбдібековтың жағдайы нашар еді. Ол суық тиіп, бір кезде неміс мергені оны бірінші тауып Әбдібековты атты. Әбдібеков майнынан ауыр жараланғанмен қайтарған ақпен неміс мергенін сол жерде өлтіреді. Ол оның жойған соңғы жауы болады. Жақсы, тамаша, балқына шыға ғой. Дәл, біз қазір сендерді мына монетамен бағалаймыз. Ең соңында осы монета арқылы сендер осы Бауыржан аталарының жазған ұшқан ұясын осы монета арқылы аукцион арқылы сатып аласыңдар. Сондықтан монетаны жақсылап сатқандар. Жақсы ғой, Амина? Саған бір монета. Айта. Виталий Владимирович 1920 жылы Тамыздың 16-сында Қостанай облысы Усолкөл ауданы Новошов ауылында өмірге келіп, 1976 жылы желтоқсанның 6-сы күні Беларусь Республикасының Минск қаласында жерден озған. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы, авиация генерал-лейтенанты, ұшқыш-шабуылдаушы, КСРО-ға еңбек сіңірген әскери ұшқыш, ұлттық орыс, ол Чкалов әскери авиациялық ұшқыштар мектебін бітірген соң 1942 жылдың тамыз айында майданға жіберілді. Ол Сталинград, Донбасс, Таганрог, Кенигсберг қалаларын азат ету үшін шайқасты. Жақсы, тамаша болды. Отырамын, саған бір монета. Так, Ақбек шыға. Асарбек Суханбаев 1920 жылы Жамбыл облысы Бердібек ауданында дүниеге келген. 1944 жылы Польшада соғысқа қаза тапқан Совет одағының батыры. Ауылдық мектепті бітіргеннен кейін колхозда жұмыс істеді. 1941 жылы Қызыл армия қатарына алынды.
батареясының 638 күретінен қызыл тұлы бөлінген 1-ші батальон құрамында болды. Белорусияны, Литваны, Польшаны азат ету үшін болған шайқастарға қатысты деп Жесовизна деп аталатын Белар деревиясының үшін болған ұрыста Александр Матрасовтың өшпес ерлігі қайталып гулевтің образын өз денейімен жапты. Туған колхозы оқыған мектеп батареясының аталады. Колхоз орталығында батырға ескерткіш орнатылды. Жақсы, тамаша. Берді машалар. Сабыр Омарұлы Рахимов 1902 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Көкбел ауылында дүниеге келген. Ол 1945 жылы Польшадағы Данцик, қазіргі Гданьск қаласында өмірден озған. Оның сүйегі Ташкенттегі бауырластар зиратына жерленген. Сабыр Рахимов әскери қайраткер, генерал-майор, кеңес одағының батыры, Суан тайпасының бағысы руынан шыққан. Әкесі ерте қайтыс болып, жас қалған Рахимовты шешесі Өзбекстанға алып кеткен. 1922 жылы әскер қатарына шақырылған Бакудегі әскери училищені бітірісімен Самарқан қаласындағы атты әскерлер дивизиясына взвод командирі болды. 1925-1927 жылдары Орта Азияда кеңес өкіметіне қарсы шыққандармен қарсы күрестегі ерлігі үшін Қызыл Ту орденімен марапатталған. 1940 жылға дейін түрлі әскери мекемелерде қызмет істеді. Соғыс басталғанда полковник, кейін дивизия басшылығы болды. 1940 жылдың шілдеде жау қоршауы бұзып шыққандағы батылдығы үшін 2 рет Қызыл Ту орденімен марапатталып, полковник атағын алды. Оның дивизиясы Дондағы Ровта, Кавказда ұрыс жүргізді. 1943 жылы Мәскеудегі бас штаб академиясына оқуға жіберілді. Академияны бітірген соң Белорусияны, Польшаны азат етуге қатысты. Соғыс жылдары ол басқарған дивизияның жауынгерлік туына 2 Қызыл Ту, Суворов және Кутузов ордендері тағылды. Рахимов Ленин 4 рет Қызыл Ту, Қызыл Жұлдыз 2 дәрежелі Суворов орденімен марапатталған. Ол шілдеде генерал Рахимов атты көркем фильм түсірілді. Өзбекстандағы ауылдар, мектептер, Ташкенттің бір ауданы көшесі метро бекеті, оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Көкбел ауылындағы орта мектеп Рахимов есімімен аталады. Ташкент қаласында Рахимовқа ескерткіш орнатылған. Польша Республикасының бір траулері генерал Рахимов есімімен аталады. Қазіргі уақытта оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында Тәуке хан көшесінің бойында және саябағында ескерткіші орнатылған. Біздің келесі әдісіміз ақылы деп аталады. Бұл жерде сендерге қазір мен мәтін беремін. Сол мәтіннен сендер екі топ бір-бірлеріне проблемалық сұрақтар бастасын. Түсіндір бе? Араларынан өте ақылдар осы проблемалық сұрақтарға жауап бересіңдер. Осы мәтіннен жылдан 5 жылда 10 болғандардан тез проблемалық сұрақтар тұрады. Екі проблемалық сұрақтар.
сценарийі Отан соғысынан кейін Рахымжан Қошқарбаевтың неше жылдан кейін? 13 жылдан кейін. Тұрып айтамыз. 13 жылдан кейін. 13 жылдан кейін. Жақсы, тамаша. Саған бір Балқын айтамыз. Рахымжан Қошқарбаев қандай қыздан көрінген азамат, яғни қандай еріктер, не үшін қазақ елі Рахымжан Қошқарбаев сонша жақсы көреді? Мәтінде жазылған ғой, айта баратын. Жақсы қырынан көрінген. Не үшін, мысалы, қандай ерлігі бар? Соғыста қандай ерлік жасады? Ойланып тұрды азамат. Зарын. Тұра баруын. Айта бар, Рахымжан Қошқарбаевтың қандай ерлігін білеміз? Мәтінде жазылып тұр ғой. Елін қорғады. Одан кейін ол ерекше бір атымен есте қалған азамат. Ақбілек, тұра бар. Рахымжан Қошқарбаевты қазақ елі қандай ерлігін біледі? Қандай қырынан көрді соғыста? Азамат айтады. Рахымжан Қошқарбаев жеңіс жауап жерлерді Рекстанға тіккен батыр. Ту тіккен батыр. Тамаша. Отыр. Алтынайға бір монета, азаматқа бір монета. Енді екінші топ қоя қойды сұрақтар. Яс. Қоя қой. Рахымжан Қошқарбаевты алғаш қазақ еліне танытқан кім? Айта қой. Екеуі айта қой. Кәкімжан Қазыбаев. Дұрыс па? Жақсы, тамаша. Неден сұрам? Азамат. Рахымжан Қошқарбаев. Әмина бір монета. Еркек болған кім? Рахымжан Қошқарбаев соғыс ол нағыз жойқын қырғын деп атады. Неліктен Рахымжан Қошқарбаев соғыс нағыз жойқын қырғын деп атады? Ойланды, мәтінде бар, бәрі бар. Ақылыңызды көрсетеміз, өте ақылыздар, кәнекей. Ерасыл. Браво, Ерасыл. Неліктен соғыс өте қырғын жойқын деп айтады? Дәулет. Неліктен соғыс қырғын жойқын деп атады Рахымжан Қошқарбаев? Айтуға менші. Себебі соғыста адамдар өзіне соғысады, күреседі, тұрмызды желбіретеді, өзінің өмірін болашақ ұрпақтар үшін қателікке Дұрыс разы? Жақсы, тамаша отырады. Жақсы. Батыл. Яғни кәсіптермен сурет, тақтыдан суретіне алған мөлші сол жерде біз өткен сараларымыз бойынша одағайды табамыз. Сурет бойынша қандай одағай, оның қай түрінде жатыр, соны анықтаймыз. Қол көтереміз. Азамат тұра. Еркем ал тұра. Алақай. Алақай. Ол көңіл күйді одағы. Көңіл күйді одағай. Тамаша. Яғни алақай деген көңіл күйді одағы. Ерасыл. Шөйле деп жатыр. Бұл қандай одағы?
Бәрекелді, солай ма? Айтамын. Тамаша. Көңіл күй бар. Тамаша деген бар еді. Шайтып шақырады. Бұл шақыру одағай. Жақсы, тамаша. Келесі біздің суретте жаңағы табатын дарын. Келесі біздің сұраққа жауап беретін Арнұр. Тоқтаймыз. Қандай одағы екен? Бізге келесі сұраққа жауап беретін Нұрым. Мен шақырды екен? Жүйен шақырды, тамаша. Бізге келесі жауап беретін Балтықхан. Қандай еді олар? Көңілге олар. Дәулет тұрағы. Қандай одағы есі? Жарайсың. Оның синоним. Бәрекелді. Дұрыс, тамаша. Бұл бәрекелді деген қандай одағы екен? Көңіл күй одағы. Саған тұрмайды. Келесі жауап беретін Дияс жауап береді. Дияс жауап береді. Нені шақырды? Сен шақырды. Қандай одағы еді? Шақырды. Бізде осымен батыл әдісін осымен аяқтады. Енді қазір бізде сергіту сәт. Сергіту сәт. Яғни бізде қазір өлшемде шеңбер жасаймыз да, біріміздің артына біле тұрып, алдында іс-әрекет қайтарамыз. Түсінді ме? Білесіздер ғой? Форматын ашамыз. Ортасында оқиға желісі өзгерді. Яғни біз ақпаратты қабылдаймыз, бірақ ол ақпаратты біз келесі адамға басқаша жеткіземіз. Яғни ең соңындағы ақпарат. Сондықтан да бұл сіздерге сабақ болсын деген нәрседе кез келген нәрсенің оны бармай тұрып, ешқандай шешім қабылдамаңдар. Яғни болашақта ең түпкі мақсаты сенің
тыңдап отырған ақпараттың басқаша мағынада болуы. Түсіндіңіз бе оқушылар, иә? Осындай мақсат болғанымызды сездіңіз. Жақсы, отыра беріңіз. Келесі біздің әдісіміз алғырлық деп аталады. Алғырлық деген әдісіміз. Бұл жерде құрметті оқушылар қазір тақтаға әр топтан бірінші екі оқушыдан шығады. Яғни сабаққа қазір мен өзім айтамын. Сол оқушы шығады да ортаға тақтаға екі сөйлемнен беріледі. Ол жерде одағай тасталып кеткен. Одағай сол одағайды тауып сендер тақтаға жасайсыңдар. Қандай одағай екен? Түсіндіңіз бе? Қазір бізге тақтаға шығатын Диас шығады. Ағылшын тағы шығады, дәулет шығады, және арғы шығады. Бірінші біз қазір арғыдан бастаймыз. Бұл қолына бұл алды. Бұл арғы қарай ма? Документ болды. Қазір мен мәтін бердім, сол мәтінді көшіресің. Ол мәтінде одағай тасталып кеткен. Сол одағайды тауып толықтай мәтінді өзін толық етеді. Түсіндің бе? Бірінші мәтін осы алған метіннен танынба. Қандай одағай тасталып кеткен? Яғни біз мақтап тұрмыз. Одағай бар. Жоқ, одағай сен табасың да, қарай болып тұрасың. Керемет синонимі жара есімнің синонимі. Жара есімде болады негізі, жара есімді жазамын. Осы алфавитінің танымы жара есім. Немесе бәрекелді, дұрыс айтады. Келесі. Алтын қап. Бере қойып. Алтын қапқа бере қойды. Қазақстан ардағымай. Қандай сөз не алған? Бұл өлең жоқ. Таңғалып тұр. Таңғалып тұр. Ойлан көрді. Алғырлықтарын танытыңдар. Жоқ. Өлең жоқ. Мұқағали Мақатаевтың тура осы аттас өлеңі бар. Қазақстан алға ардағым. Таңғалған кезде айтасыңдар. Пақ шіркінге ұқсайды. Пақ шіркінге сөздің өзі ұқсайды. Пақ шіркінге өзі ұқсайды. Біз таңғалған кезде не істейміз? Пай-пай, не деген адамай дейміз, е? Қазақстан ардағым. Пай-пай. Қазақстан ниет белгісі. Осы Бауыржан Момышұлының қатысты жазып аламыз. 10 деректі оқып келесіздер әрқайсысы. Мысалы, Бауыржан Момышұлы Куба президенті өзіне шақырды. Оның ерліктері Куба президенті демейді, иә? Сондықтан да үй тапсырмасына Бауыржан Момышұлы туралы 10 деректі оқып келесіздер. Түсіндіңіздер ме?
Қазір мен сендерге мына жерден бір стикер аласыңдар. Осы стикерден осы стикерді алып, мына жерде қай сендерге әдіс ұнады? Қай әдіс ұнады? Яғни біздің сабағымыздың қай әдісі, мысалы сәтті әдісті біз біріншісін естедік, үйді тапсырмасын әдіс. Бұл ақыл әдісін естедік, проблема осындай. Батыл әдісінде тақтадағы сұрақтарға жауап береді. Алдыңғы әдісінде тақтадағы мен жазды, одан әдісі. Ең соңында біз қазір қошемет әдісіне аламыз. Қошемет әдісінде мына жерден бірінші қай әдіс сендерге ұнады, соны мына жерде әрқайсымыз белгілеп стикерді жабыстырып кетеміз да, одан кейін бір-бірімізге соңғы қошемет білдіреміз. Бүгінгі сабағымыз яғни жақсы деңгейде өткен үшін қошемет біліп өшікті қосамыз. Түсіндіңдер ме? Бәрібір менен кейін бір стикер алдында жабыстырып кетеміз. Барлығымызды істейміз, қошемет білдіреміз. Келесі сабақта осы одан әрі қарай біз тағы қайталаймыз. Сондықтан бүгінгі білмеген тұстарымызды әрі қарай жақсылап жалғастырып, келесі сабақта Бауыржан Момышұлы туралы керектігі ойластырып. Аукционымыз бар бізде қазір. Менде қазір сендерге сынақты кітабым бар. Бауыржан Момышұлының шыққан ұясын сатып аламыз. Менің бастап тұрған бағым 1 монета. 2 монета. 2 монета. Көтересіздер ме? 3 монета. 4 монета. 4 монета. 4 монета бар ма? Кім? 5 монета бар ма? 4 монета. 1, 4 монета. 2, 4 монета. 3. Бүгінгі кітапты сатып алған Мәншүк ханымға қошемет білдіреміз. Kızın жолы жіңішке. Жақсы, тамаша. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.